Қазіргі таңда энергетикалық сусындар әлем бойынша лезде күш пен қуат алу қабілетінің арқасында танымал болды. Дегенмен көптеген тағамдар сияқты бұл сусынның да оң және теріс жақтары бар. Энергетикалық сусындар ағзаны күш қуатпен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ондай қасиет жоқ. Ол тек энергия қоздырушысы. Яғни біз өз бойымыздағы қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Бір сөзбен айтқанда, ағзадағы өмір бойына жететін күш қуатты тез арада сыртқа айдап шығаруға бағытталған сусын әлсіздікке ұшыратып, тез қартаюға себеп болады. Қайталап айтар болсақ, энергетикалық сусындарда кофеин көп. Бұл өз кезегінде жүйке ауруына, ұйқысыздыққа, жүрек проблемаларына және қан қысымының жоғарылауына, сондай-ақ тәуелділікке әкелуі мүмкін. Сондай-ақ энергетикалық сусындарда кофеин мен басқа да стимулятордың ащы дәмін жасыру үшін көп мөлшерде қант болады. Қантты көп тұтыну семіздік, қант диабетімен және тіс жегісі сияқты ауруларға әкеледі. Энергия деңгейінің жоғарылауынан бас ауруы, ашушаңдық, алаңдаушылық, тіптен үрей сияқты жағымсыз әсер беруі мүмкін. Сондай-ақ асқазанның бұзылуы, шамадан тыс терлеу, қолдың дірілдеуін тудыруы мүмкін. Сондықтан да дәрігер сусындарды тұтынуды шектеуге және оларды қолданудан бас тартуға кеңес береді. Теориялық тұрғыдан энергетикалық сусын мидың белсенділігін арттырып, физикалық күш кезінде оған қарсы төзімділік пен қосымша қуат беруі тиіс. Бірақ сарапшылардың айтуынша энергетиктердің көпшілігі сананың тұмандауына, өнімділік пен төзімділіктің төмендеуіне және олардың ингредиенттері жасушалардың сарқылуына алып келеді. Сусынның құрамындағы кофеин ол үдеткіш қызметін атқарады. Яғни энергетик ішкен адамда қуаты көбейгендей сезім болады. Шынында ол бүйрек үсті бездеріне үлкен зиян әкеледі. Ал энергетиктерде кофеин көп. Мысалға алатын болсақ, Қазақстанда танымал Red Bull сусынының 250 мл-інде 80 мг кофеин бар. Monster сусынының 480 мл-інде 160 мг кофеин. Карива мен Дизи сусынында 100 мл-де 30 мг кофеин бар. Бұл сусындар жоқ дегенде 0,3 және 0,5 литр болып сатылады. Ал сарапшының айтуынша адам бір күнде 63 мл кофеиннен артық тұтынбауы керек. Бұл сусынды қан қысымы жоғары адамдарға мүлдем ішуге болмайды. Расында кофеинді аса көп пайдалану өлімге алып келеді. Қоғамда жаттығудан немесе спортпен шұғылданғаннан кейін бұлшық еттегі қуат азаюын энергетикалық сусын арқылы қалпына келтіруге болады деген түсінік бар. Алайда ғылыми түрде сусындағы қант ол фруктоза болып табылады. Ал фруктоза ешқандай бұлшық етке емес, тікелей бауырға барады. Салдарынан адамның іші майға толады. Мұндай сусындардың тағы бір зияны аз уақыт ішінде көп ішуге болмайды, яки 1 сағат ішінде 1 литр ішу денсаулыққа айтарлықтай зиян. Бұл жүрек ырғағын бұзады. Әр нәрсенің шегі болу керек. Энергетикалық сусынды кей кезде ішіп тұруға болады, тек жиі тұтынуға болмайды. Себебі энергетикалық сусынды көп ішіп, инфаркт болып қайтыс болып жатқандар бар. Энергетикалық сусынға тәуелді болмас үшін не істеу керек? Суды көп ішу керек. Осылайша сусынға деген қажеттілікті басасыз. Бұдан бөлек В тобы витаминдерін және магний ішіп арасында жеңіл спортпен шұғылдану керек.